құрметті студенттер, Бөгетсай ауылдық мәдениет үйі мен Бөгетсай мектеп гимназиясының ұйымдастыруымен студенттік өмір, қызықты өмір атты болашақ студенттермен кездесу кешіне қош келдіңіздер. Мен Әбдіжаппар Фәруз 10 сынып оқушысы. Мен алдағы қойған мамандығым ол актриса мамандығы, және де ол актриса мамандығына Жүргенов университетіне дайындаудамын. Және қазірден бастап 10 сыныптан дайындалып бастадым. Осы палата сияқты 11 класста жақсы тапсыра аламын деп ойлаймын. Жұмыс өте көп деп ойлаймын. Мен телевизордан өзімді көрсету менің арманым, бұйырса сол болады деп ойлаймын. Тойған қарындар ашық, студенттік өмір. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі. Жоқпыз, бірақ болашақта өзімді сен айтып кеткендей жауапкершілікті және ұқыпты және еңбекқор болып елестетемін және солай боламын. Өзіне нық сенімді, өте жауапты болу керек және де білімпаз болу керек. Іздеген нәрсесін тез әрі оңай шешу жолын табу керек деп ойлаймын. Және де өзіне өте қатты ұқыпты болу керек, себебі басқа қалаға барған кезде оған өте үлкен жауапкершілік қажет деп ойлаймын. Жабырқайды жаным, сағынғанмен қайта келмейтін студенттер шағым. Өте керемет, қуанып отырмын. Оқушылар мүдірмей сұраққа өз ойларын терең ақтарып жеткізіп жатыр, өте керемет. Болашақта үлкен еліміздің азаматтары болады деп ойлаймын. Бүгін жоспарға сәйкес, бүгін мәдениет үйімізде студенттермен кездесу кеші өту керек болатын еді. Белгілі себептерге байланысты студенттеріміз келмей жатыр. Соған қарамастан жоғары сынып оқушыларымызбен әдемі сұрақтар мен ойындармен түрлі кешімізді өткізіп жатырмыз. Естелік сіздерге. Ең соңғы кезеңі